тапсырмасы бойынша ол жаңағы денсаулық сақтау министрлігі қазіргі таңда үлкен заңнаманы қолға алып жатыр. Ол заңнама бойынша осы міндетті әлеуметтік сақтандыру саласында біраз өзгерістер жасалынайын деп жатыр. Ол ең біріншіден осы сақтандырудың санатымен осы еліміздегі адамдардың санатын көбейту. Охват дейді ғой, сол өйткені қазірде бізде осындай проблема бар. Осы елімізде сақтандырылған санатты адамдар тек қана 83%-ін құрайды. 3,5 миллион адамдар сақтандыру санатында ілінбеген. Соның 3,5 миллионның 2,5 адамдар, 2,5 миллион адамдар ол жаңағы өздерін жаңа салық төлемейтін, осы біздің сақтандыруға жарналық үлесінде төлемейтін кісілер, бірақ олар жұмыс істейтін өз қабілеті бар. Ал 1 миллион адам олар ДЕ категориясына жатады. Ол өздерінің күнделікті мұқтаждарына зорға қаражат тауып отырған адам. Сол осы заңнама бойынша сол 1 миллионнан астам адамға осы жергілікті атқарушы органдар, әкімшіліктер жарна төлейтіндей заңнамаға сондай өзгерістер өзгертейін деп 26 жылдан бастаймыз. Ол не деген? Ол ең бірінші осы ДЕ категориясына қарасаңыздар, ол ең бірінші осы ауылды шалғай жерлерде тұрады. Онша олар жаңағы сол категориядағы адамдар осы сақтандырылған санатына жергілікті әкімшілік соларға жарна төлесе, сол кезде олар қазіргі жаңағы сақтандырылған адамдардың қатарында осы жоспарлы түрде көмектер болады ғой, сосын қымбатты диагностикалық жаңа зерттеулер, стационарлық көмек, соның барлығына қолжетімді болады. Сол кезде осы заңнама бойынша 1 миллионнан астам адам ДЕ категориясынан сақтандыру жүйесіне қолдары жетеді деген мәселе. Ол ең осы үлкен өзгеріс. Айта берсек, ол пакетті айта беруге болады, енді пока осыны айта тұрайық. Жақсы. Енді келесі сұрақ мына медициналық көмектің бірыңғай пакетін қалыптастырудың жаңа тәсілдері енгізіліп жатыр деген ақпаратты біз бұқаралық ақпарат құралдардан оқыдық. Бұл қандай тәсілдер? Бұған да тоқтала кетіңізші, қандай жаңашылдықтар бар бұл бағытта? Бұл тағы бір мәселе, бұл бірыңғай бір пакет деген ол қалай туындап отыр? Былайша қаражат жөнінде айтсақ, енді бұл қазіргі таңда жаңағы кепілдік берген үкіметтің пакетінде сол өте қаражат сол жерде қарастырылғанмен кейін бұл қайтадан сақтандыру моделіне өтеміз. Бұл не деген? Ол қазір 68% ГБМП-да болса, 30% ОСМС-те жаңағы қаражат қарастырылған. Жаңағы бұның алдындағы айтып отқан мәселелерді орындалса, жаңағы пакеттерді жеңілдету дейді. Өкімет кепілдік беретін пакетті ішіндегі жаңағы қызмет, медициналық қызметті сақтандыру пакетіне ауыстырады. Ауыстырған кезде жаңағы кепілдік берген пакеттің ішіндегі қызмет көрсету ол ұлғаяды. Мәселе не деген? Мысалы, онкологиялық скринингке сол кезде барлық сақтандырылмаған адамдардың қолы жетеді. Ол мысалы елдегі сақтандыру санатында жоқ адамдар онкологиялық скринингке толық мәнде подозрение дейді ғой, сол қауіп жаңағы сондай жаңағы қызметтерді ала алады. Қазір олар қол жетімсіз, өйткені оның онкологиялық скринингтің көп жаңағы айқындайтын жаңа консультативтік диагностика, зерттеулік, сосын жаңағы лабораториялық зертханада жасалатын қызметтер ол қазір сақтандырылған пакетте тұр. Егерде түсінікті болу үшін деген бір мәселені келтіріп жатырмын да. Барлық сол жаңағы әлеуметтік маңызы бар жаңағы диагноздарда қарастырылып, олар екі пакетте үйлестіріліп, жаңағы ең бірінші қолжетімділік сол денсаулық саласында көрсетілген көмекке осы біздің елдің халқының мүмкіншілігінше барынша қол жетімділігін арттыру үшін жасалған заңнама, былайша қысқаша айтқанда. Ол пакетті айта берсе, жақсы. Енді тағы да қазір елдің қызығушылығын тудырып атқан тағы да бір мәселе, жаңа қызмет түрлері осы мәмістің қызмет аясына кіреді деген бір ақпарат жарияланып жатыр. Бұл қандай қызмет түрлері кіргізілгелі отыр?
Тағы да сұрағыңыз айқындап айтсаңыз, мен онша түсінбедім. Жаңа тағы да осы мәмс жүйесіне енгізіп жатқан жаңа қызмет түрлері, тағы да қандай жаңашылдықтар бар деген сұрақ. Жаңашылдықтар болғанда бұл медициналық қызметтердің түрлері көп. Ол жаңағы мүмкін бұл сұрақ жаңағы стандартқа қандай өзгерістер енгізеді, сосын клиникалық жаңағы протокол дейді, айқындамалар, соның ішіне қалай өзгерістер енгізеді, сол барлығының жаңағы сол керектігі, доказательность дейді ғой, сол жағына қарап, осы барлық пакетте жаңа қызметтер қарастырылады. Мысалы, доказательный жаңағы базасы өте төмен шамалы қазіргі деңгейде, қазіргі медициналық дамыған деңгейде олар доказательный базасы төменде болса, ол қызметтер керек жоқ, ол доказательность жаңағы жоғары қызметтермен алмастырылады деген. Өйткені ол қаражатты да үнемдеп жұмсау үшін, ол жаңағы медицина бір орында тұрған жоқ, солардың дамыған саласына, дамыған жүйесіне қарай осы барлық жаңағы пакеттердің ішіне медициналық қызметтерді қарастырып үйлестіріле бастайды. Мысалы, әртүрлі нозологияда, мысалы, қазірде мына жаңағы студияда да тұр ғой, біздің жаңағы әріптестер, ол жаңағы барлық сол неге қатысатын сондай білет медициналық көмектің бір орында тұрмайтын, күнде дамып бара жатқан. Жақсы, рахмет. Онда қазір сіз байланыста болсаңыз, біз енді осыған дейін жаңа айтылған ақпараттарға байланысты біздің студияда қонақтарымызбен ары қарай талқыласақ, Жұлдыз ханым, жалпы енді осы жаңа бір өзгерістерге байланысты өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз, өйткені сіз енді сайлаушылармен жиі кездесесіз, осы мәмске байланысты мәжілісте де жиі мәселе көтеріліп жатады. Енді бұл тағы да қандай мәселелерге назар аударуымыз керек? Мәмстің заңы, міндетті медициналық сақтандыру туралы заң 2015 жылы қабылданды, 2020 жылы жүзеге асырыла бастады. Енді бұл жүйе соншама жаман деп айтуға келмейді. Бірақ енді бізде уақыт өзгеріп жатыр, цифровизация дамып жатыр, халықтың сұранысы күннен күнге артып жатыр. Соған байланысты бүгінгі таңда міндетті медициналық жаңағыда әлеуметтік сақтандырудың да жүйесін өзгертуге осындай талап болып тұр. 2024 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында нақты мынау бірыңғай пакет жүзеге асыруды тапсырған болатын. Бірыңғай пакет дегеніміз не? Бізде тегін медициналық кепілдендірілген көмек деген бар. Сонымен қатар осы мәмс, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деген бар. Осы жүйенің ішінде бірыңғай пакет қалай қалыптасады? Соны нақты түсінуіміз қажет. Осыны біз білгіміз келеді. Осы айдың 27-ші жұлдызында бізде үкімет сағат өтеді. Үкімет сағатына біз қайтадан осы жаңа қордың басшылығын шақырамыз, денсаулық сақтау министрлігін осы саясат жүзеге асырушы ретінде шақырамыз. Негізі кеше ғана біз елді аралап, халықпен кездесіп, өңір аралап келдік. Қандай сұрақтар қойылды? Көп азаматтар айтады, біз мысалы ауырған кезде, енді қазір мысалы бәріміз грипп болып ауырдық. Сол кезде бара қалсақ, онда бізде дәрігерлер жоқ, немесе дәрігерлерге кезек үлкен дейді. Сәйкесінше ол кезекті күткенше, онда біз ақылы негізде басқа ауруханаға барып, өзіміздің қаражатымызды қайтадан жұмсап, сол жерде жаңағыдай ақылы медициналық көмекті алып, жазылып, жұмысқа қосыламыз. Яғни бұл жерде 2 рет жұмсалып тұр. Яғни ол сақтандыруға жыл бойы жинақтады. Екінші, кәдімгі жеме-жемге келіп, кәдімгідей керек кезде пайдалануға келген кезде сақтандыру жүйесінде осындай бір нені көріп қалды, енді ол қайтадан өзінің ақысына. Негізгі халықтың негізгі үлкен сұрағы осыған байланысты. Яғни, жалпы бұл заңның үлкен қағидаты бар. Бұл қаржы пациенттің артынан жүру керек деген. Негізі солай болу керек. Яғни, менің ойымша бізде қазір өзімізде егов.kz деген порталдарымыз бар. Біз Каспиде да, басқа да банктың жаңағыдай қосымшаларында бізге бүкіл қосымшаларымыз көрініп тұр. Мемлекеттік қызмет көрініп тұр. Бәлкім сол қызметтердің аясында тегін медициналық көмектің пакеті,
мәмстің пакеті көрсетілу керек, және әрбір адам Нақты көріп жылына отыру керек, ашық, қаншасын қабылдады, қанша қаражат жинақталып жатыр, қалай болып жатқандығын көрсе. Яғни осындай ақпаратқа қолжетімділік болу керек. Бұл сөзсіз. Бұдан ешкім былай құтыла алмайды. Менің ойымша, бұған кәдімгідей осы ақпарат болу керек. Қазіргі сұраныс осы. Екінші мәселе, мысалы, мен кеше Ақтөбе облысындағы көп салалы балалар ауруханасының кездестім ұжымымен. Неге? Өйткені бүгінгі таңдағы балаларға тариф өте төмен деңгейде. Мысалы, әрбір тарифі бар аурулардың, бірақ балалардың ауруының тарифі төмен деңгейде, және көбінесе тарифке аурухананың коммуналды қызметі де сол тарифке кіріп кеткен. Соған байланысты біздің көптеген ауруханаларымызда кредиторлық берешек болды, бірақ әйтеуір 2024 жылы басым көпшілік медициналық ауруханалар осы кредиторлық берешекті жапқан. Мен барған сол көп салалы балалардың ауруханасы да өзінің кредиторлық берешегін жапқан. 2024 жылдың аяғына қарай премия алған, өздері айтып отыр. Бірақ олар айтады, мысалы, олар балалардың кардиохирургиясына байланысты ең күрделі ота жасайды екен. Ол күрделі дегеніміз ғылыми тұрғыда оған кететін ресурс, оған кететін материалдық нәрсенің бәрі өте қымбат. Осыны жасап болғаннан кейін пролеченный случайға ФОМСқа жіберсе, ФОМС оған күрделі ота ретінде емес, қарапайым ота ретінде төлейді екен. Яғни ол ота мысалы 3-4 есе өзінің бағасын жоғалтып алады да. Соған байланысты ауруханалар қайтадан кредиторлық берешекке кірудің бір себебі өздерін емдеп барлығын ем-дом көрсеткеннің қаражатын толық сол күйде ала алмай отырғандығына байланысты. Олардың сұрағы ФОМСқа байланысты. Менің ойымша, біз осы екі мәселені 27-сіндегі қаңтарда бұйыртса министрліктің алдында, ФОМС басшылығының алдында қоямыз. Жақсы, қазір онда бірден Ләззат ханымнан сұрай кетейікші, ақпараттық жүйеге байланысты. Жалпы енді бұл мәселе осы медицина саласында, денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық жүйелердің бір жерге шоғырлану мәселесі жиі көтеріледі осы мәселе. Ақпараттық базаны осы жаңарту мәселесі, жаңғырту мәселесі қолға алынып жатыр деген әңгіме бар, бірақ сол жүзеге асты ма? Сол қашан толыққан жүзеге асып бітеді сол? Бір жүйеге қашан көшеміз? Сұрақ маған болып тұр ғой? Әрине, сізге Ләззат ханым. Бірыңғай информациялық жүйеге көшу өте көкейтесті мәселе. Өйткені қазір медициналық төлемақы 3 системада жүреді, соның барлығы бірақ ішінде айналып жүрген біздің бір пациенттеріміз бір болғасын, оның барлығын біріктіру керек. Сонымен осы 2025 жылдан бастап сол біріктіру басталып, сол пилот проекттер жүргізіліп жатыр. Ол депутат кісі айтып кеткендей, кеңейтілген кеңеске дайындық алдында осы кездесулер болады, сол кезде барлығы көрсетіледі, оның бәрін анықтап береміз, сол қандай жұмыстар жүріп жатқан. Сосын кейін жаңағы айтып кеткен тариф балалар ауруханасын атап кетті. Осы өткен 2024 жылы сол балалардың именно тариф дейді ғой, сол балалардың аурулардың тарифтері көтерілген. Ол ең бірінші родовспоможение дейді, босанатын емделіп шыққан жағдайларға тарифтер көбейтілді. Осы ауыр халде жатқан емделіп шыққан перзентханалардың ішіндегі әйелдерге 60%-ға дейін тарифтер көбейген. Сосын неонатология енді туылған балаларға солардың тариф көтерілді. Сосын бұл кісі айтып жатқан көпбейінді салалы балалар ауруханасының ішінде кардиология, неврология, аллергология, тек қана соның ішінде үлкендеріміз балалардың тарифтері көбейді. Сол арқылы балалар ауруханасы өзінің кредиторлық берешегін көріну мүмкін. Енді мен бұл кісі айтып жатқан жоқ, бірақ бұндай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақсы, рахмет. Бірақ енді емделіп аяқталғанға дейінгі пролеченный случайға төленетін қаражат әлі шешілмей тұр. Мен күні кеше барып көрдім ғой. Сол мәселені қолға алу керек. Сосын жүйе деп тұрды ғой енді. Жүйені үшеуін даму методы ашып жүре ма? Мысалы, пациент ол нені ашып жүреді, былай қарағанда ол бір жүйеге біріктірсе, әрине ол дұрыс болатын еді. Жақсы, Талғат мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Жалпы енді сізде осы медицина саласының маманы ретінде, осы мәмс жүйесінде жүзеге асып жатқан жаңашылдықтарға да байланысты өз пікіріңізді айтсаңыз. Бұған қоса
қандай мысалға дәрігерлердің ортасында да енді мамандардың ортасында бұл саланың кейбір тұстарына байланысты кемшін тұстары бар ма, әлде қай тұстарында бір жақсы нәтижелер бар деген сияқты сондай пікіріңізді айтыңыз. Ол жағынан емес, мынау бергі пациент ретінде айтайын. Иә, қарапайым пациент ретінде айтыңыз. Қараңыздар, біз салық төлейміз ба? Иә. Бұл салық дегенде мемлекетпен келісімшарт. Мен саған ақша төлеймін, сен соған өзің қызметтеріңді атқарасың. Оның ішінде жаңағы медициналық көмек. Төледің ба? Екіншісі, жаңағы сақтандыруға төледің ба? Төледім. Енді емханаға барсам, мен не істеймін? Кезек күтпеймін, басқа нетпеймін, басымды қатырмайын, барамды жеке неге кетіп қаламын. Неге 3 рет төлеуім керек? Деген сұрақ. Біріншіден. Екіншіден, жаңа айтып отыр, 3 миллион, 2,5 миллион халықтың бәрін кіргізуіміз керек. Фондқа қазір қанша ақша жиналып жатыр? Сол енді қалғандар қосылатын болса, қанша ақша жиналады? Мәселе, бүкіл мәселе сол ақшада болып тұр ма? Әлде неде болып тұр? Иә. Проблема неде? Проблема неде? Ақшада ма? Қаражат жетіспей ме? Мәселе ақшада емес деп есептеймін. Неге десеңіздер, кейбіру нелерді көреміз, бағаны қойғандарын. Дәрілерді осындай баға сатып аламыз деген өздерінің бұйрықтары бар. Қарап отырсам, Турцияда 270 мың тұратын затты бізде 1,3 миллион қылдырып қойған. Не сонда ол? Қайдан келген баға ол? Неге зерттеу өткізілмеген? Тіпті Астананың өзінің дәріханасында 450 мың теңге тұр сол дәрі. Жоқ, оң керетті шектеу бағасын 1,3 миллион қылдырып қояды. Көрдіңіздер ме? Жемқорлық бар деген сөз. Сол мәселе дейсіз ғой, дұрыс айтасыз. Күрделі мәселе. Сол көрініп тұр. Сондықтан сол жағын жөндеп алсын. Енді мынау жалпы адам келіп контакт жасағаннан кейін артынан ақша жүреді ма? Егер сондай болатын болса, біз неге тіреміз? Бір кабинетке 10 рет кіруді сондай не жасаймыз, условия жасаймыз. Мен анау 500 шақырым жерден облысқа келдім емделуге. Келем, терапевт қабылдайды, айтады, бір аптадан кейін кел, анау врачқа барасың. Жарайды, кеттім мен 500 шақырым. Қайттан келдім. Қайтадан келеді, бір аптадан кейін келдім. Жаңағы узкий специалистке келіп түссем жақсы, ол келеді зерттеулерге басқасына жүреді. Тағы да уақыт жоғалтамын. Мен есептеймін. Так, мен гостиницада жатамын, күнделікті ішетін тамағым бар, басқасын бар. Сырттан келген адамға өте жүйесі құрсыншы, мемлекетті құрсыншы деп. Сосын кімге ыза боламын? Мен кімге ыза боламын? Президентке ыза боламын, денсаулық сақтау министрлігіне ыза боламын, бәріне солай ыза боламын. Сондықтан осы бюрократиялық нелердің барлығын реттеп, адам келді ма, емін алып кету керек. Уақыт бізде өте қымбат. Сондықтан осыны ескеру керек. Оны қазір ақша жетпей жатыр, ананы істеп жатырмыз, ана жақтан аламыз, анау 4-ші уровеньдағы бюджеттағы ақшаны сыпырып аламыз деген сияқты. Не үшін? Егер халық қызметін алмаса, не үшін жинайсыңдар? Тек қана өздерін премия алып, бонус алу, сол үшін ғана ма? Жаңағы фондтағы? Онымен келіспейміз. Қазір осы мәселені онда Ләззат ханымнан сұрайық. Енді министрліктің өкілі ғой, өйткені енді негізгі жауапты осы мекен болғандықтан. Ләззат ханым, осы қаражаттың ашықтығы мәселесіне байланысты сұрақтар көп. Бұл енді тек қана Талғат мырзаның ғана сұрағы емес, қарапайым адамнан бастап түрлі қоғам өкілдері, тіпті депутаттардың да осы мәселеге байланысты жиі депутаттық сауал көтеріп жататынын байқаймыз. Осы ашықтық мәселесін қалыптастыру бағытында не істелейін деп жатыр, не істеліп жатыр? Осыған байланысты өзіңіз ақпарат берсеңіз. Ләззат ханым. Енді ашықтық дегенде бұл жаңағы қойып жатқан сұрақ қанша қаражат деген, мына әлеуметтік сақтандыру қорының өзінің сайты бар, сол сайтында өздерінің жаңағы қаражаттар беріп жатқан есептері үнемі жаңағы орналастырып жатады, сол жерге кіріп ол жаңағы сұрағыңызға жауап алуыңызға болады. Сосын жаңағы тағы да айтып жатқан мәселеңіз, ауылдан келіп жаңағы қайтып келіп сөйтіп жүрген, ол енді ол қабылданады, ондай кемшіліктер денсаулық саласында бар. Бірақ соның бәрі жөндеуге, соның барлығы денсаулық сақтау министрлігі арқылы барлығы жаңа жергілікті өкілдер бар, барлығы атсалысып жұмыс істеп жатыр. Бұл не деген? Мысалы біздің жаңағы өзімнің
қарап отырған салаға қарағанда бұл жерде мысалы келісімшарт жасалғанда денсаулық көмек көрсететін медициналық ұйымдармен жаңағы соисполнение деген болады, өздерінде жоқ маманды басқа жерден маман тартып жасауға болатындай жағдай қарастырып қойдық. Енді мысалы сол медициналық ұйымның басшысы сол дұрыс ұйымдастыру білу керек. Мысалы дистанционный услуга дейді ғой, жаңағы дистанциялық қызмет көрсету, жаңағы онлайн түрде. Телемедицина, онлайн қазір сондай көп жаңағы мүмкіншіліктер бар ғой, сол арқылы жеткізе ме. Сосын тағы да қарастырылып жатқан, жүргізіліп жатқан мәселе осы 2025 жылы жаңағы повышение өзінің жаңағы қызметтік деңгейді жаңағы көтеру жыл болып жарияланып жатыр. Ол не деген? Ол жаңағы ВОП дейді ғой, сол дәрігерге барғанда ол кардиологиялық жағынан да, неврология жағынан да, эндокринология жағынан да өзінің жаңағы компетенциясын жоғарылатып, сол жағынан жаңағы оған алдына келіп, жаңағы өзінің ауруымен, мұқтажымен келген адамды қайтарып анаған мынаған сілтемей, өзі бір жерден жауып отыратындай сондай жаңа білімділік санатын көтеруге көп жұмыс жасалып жатыр. Әсіресе 24 жылда жасалды, 25 жыл алға тағы да жасалып, тағы да жалғастырылады. Ол деген олай солай болу керек, бірақ барлық жерде ол жаңағы өзінің компетенциясы онша жоғары, біліктілік санаттары мүмкін болмай жатқан шығар. Әлде де бұл тағы да айта кететінім, бұл жаңағы дистанционный жаңағы қызмет көрсететін арақашықта жаңағы. Оғанда бізде тариф бар, оған ақысы өтеледі. Егерде олар соны жасаса, соның барлығын дұрыс ұйымдастырып, жаңағы тыңдап осындай айтқан пациенттердің жаңағы шағымдарын. Шағымдар ескеріледі дейсіз ғой. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы. Енді келесі сұрақ мен Мыңжылқы мырза өзіңізге қояйын. Жалпы енді сіз әлемді жиі аралап жүресіз, медициналық мекемелерде боласыз. Енді біздің кемшін тұстарымыз қандай әлде болып жатыр? Енді жөндеудің қандай тетіктері бар? Қай елдердің тәжірибесінен тез біз үйреніп, осы мәмісті дұрыс жолға қоюымыз керек? Осыған байланысты пікіріңізді айтсаңыз. Ереке, бізде бір үлкен мәселе бар да. Біз ақша жинаудың барлығын мына мәміске артып қойғанбыз. Негізі ол мына қаржы министрлігі, қаржы бақылау комитеттері солар айналысу керек қой. Оның барлығын өздеріне тән емес функцияны біз мәміске артып қойдық та, мәмістен сұраймыз, ол бір жағы. Екінші жағы, әрине бізде мына зейнетақыға ақша аудармайтын кісілер болу керек. Егер олар мәміске аудармаса, зейнетақыға да аудармайды ғой. Бірақ олар ертең зейнет жасына жеткен кезде зейнетақы мемлекет тарапынан біздің жасымызға келген кісілер ертең 63 жасқа жеткен кезде зейнетақысын алмайды, менің ойымша. Өйткені олар жұмыс істемесе, зейнетке қаражатын бөлмесе, онда 63 жасында олар бомж болып шыға келеді ғой. Қалтасында қаражаты жоқ, мемлекеттен ақша бөлінбейді. Сол мәселе қалай шешілетіндігін онда анықтау керек. Өйткені олар егер сол жағын қарастырмаса, онда денсаулық сақтау жүйесіне де, мәміске де ақша аударып жатқан жоқ. Ол бір жағы. Екіншісі, жылда мына бюджеттен кепілденген гарантированный объем бесплатной помощи. Кепілденген көмекке шамамен 500 миллиардқа дейін теңге аударылуы жетіспей жатыр да. Егер былай қарайтын болсақ, онда біздің денсаулық сақтау жүйесі кепілденген көмек емес қой. Ол болашақта бірнеше жылдың ішінде мәміс жүйесі толық 70-80% сол қаражатты өзіне алады. Ол дегеніміз, біз жұмыс істейтін кісілер сол жүйені қамтамасыз етеміз, денсаулық сақтау жүйесін жалпы мына қосымша қаражаттың есебінен жабатын боламыз. Енді бір жағынан ол жақсы жүйе, әрине
мына қаражаты жоқ кісілер медициналық көмекке жүгіне алады басқа мемлекеттермен салыстырған кезде. Егер Құрама Штаттарын алатын болсақ, ол жерде шамамен халықтың жартысы сақтандырылмаған. Егер ауырып қалатын болса, оларға мына Қызыл Крест, басқа да бір ұйымдарда көмек алуына болады, бірақ жалпы халықтың жартысы мына кепілдендірілген көмекке қолы жетпейді. Ал Германия, Израиль мемлекеттерін алатын болсақ, ол жерде заң қатаң. Барлық адамдар сол салық төлейді. Салық төлегеннің арқасында олардың барлығы сақтандырылған. Енді ол бай мемлекеттер ғой. Өзіміз сияқты кедей мемлекеттерді алатын болсақ, мына көршілес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстанды алатын болсақ, оларда сақтандыру жүйесі жоқ. Өзбекстан енді сол сақтандыру жүйесін өздерінде енгізейін деп жатыр. Егер олар біздің қателікті қайталамайтын болса, бастапқы сатыда адамдардың барлығына біз сендердің барлық емдеріңізді төлеп береміз деп айтпау керек. Адамдардың барлығына егер ауыра қалсаң, ауруханаға барсаң, барлығы тегін деп айтпау керек. Өйткені қазір екі пакетті не үшін біріктірейін деп жатыр. Қаражат жетіспейді. Ол қаражат барлық ем төлеп беруге қауқары жоқ. Оның үстіне осы жылы бірнеше біздің нейрохирургия ішінде емдеу квоталарымызды екі есе шамамен қысқартып тастаған болатын. Енді ол жылда ем алып жүрген науқастар кезекке тұра бастайды. Бір жылдың ішінде біз сол кісілерге көмек көрсетуге мүмкіндігіміз болмайды. Сонда бұл қаражаттың аздығынан қысқартылып жатыр ғой? Қаражаттың қысқартылғандарынан. Жаңа айтып жатыр ғой, 60% біз көтердік, перзентханаларға көтеріп жатырмыз, балалар көмегіне көтеріп жатырмыз деп. Жалпы жүйеде ақша жоқ қой. Ақша жоқ жүйеде бұрынғы бар жерлерден алып қысқартып жатыр ғой сонда? Алып қысқартып жатыр. Сондықтан енді бір ауруларға қаражат жетпейді, екінші ауруларға жалақыны көтеруге, емделген жағдайды көтеруге сол қаражат жұмсалады. Сырттан келіп жатқан бізде көп ақша жоқ. Шамамен сол деңгейде қалып жатады ғой жыл сайын. Сондықтан мәселе ушыға түседі деп ойлаймын. Енді кепілдендірілген нәрселердің көлемін осы жылы қысқартып қалар, өйткені екі пакетті біріктіретін болса, ол жалпы кепілдендірілген көмек болады. Біз жалпы мәмс жүйесіне ақша аударып жатқан кісілер мемлекетке көмектесіп жатырмыз ғой. Мемлекет тарапынан көрсетілетін көмекке қаражат жетпегендіктен мәмс жүйесі ойлап табылған болатын. Сондықтан енді халыққа айтатыным, пациенттерме айтатыным, мүмкін болса ауырмауға тырысыңыздар. Егер ауырып қалып жатсаңыздар, шамамен жылдың ортасында емдеуге қаражат қалмайды деуге болады. Енді қазір неше түрлі хейт болуы мүмкін, мынау аузына келгенін айтып отыр ғой. Енді мен жүйеде жүрген кісімін ғой. Біз жылда жасап жүрген жұмысымыз көлемі азайды. Сондықтан шамамен күзге жеткен кезде сіздерді емдеуге бізде мүмкіндік болмайды. Қаражат жетпей қалды. Қаражат жетпей қалды. Сондықтан сіздер өз қалталарыңыздан соны төлеуге мәжбүр боласыздар. Жақсы, сіздің де ескертпеңізге рахмет. Шынымен де енді бұл саладағы түйткілді мәселенің әрине бар екендігінің бір көрінісі. Қазір енді біз журналистеріміз дайындаған бір сюжет бар еді, соны тамашалап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз. Денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселенің бірі мәміс. Мәмістің мәселесі әлі де шаш етектен екені айтпаса да анық. Елде әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты заң 2015 жылы қабылданды. Осы 10 жылда құжатқа 40-қа жуық өзгеріс енгізілді. Түрлі реформа да жасалды. Алайда жүйе жүйеленбеді. Солай бола тұра елде медициналық көмекті қаржыландыруға жыл сайын қыруар қаржы жұмсалады. Мәселен, өткен жылы мемлекеттік бюджеттен 2,8 триллион теңге бөлінген. Оның 1,2 триллионы мәміске жұмсалды. Ал 2000-ға жуық медициналық ұйымға 2,1 триллион теңге төленді. Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру жүйесі 5 жыл бұрын енгізілсе де, әлі күнге дейін медициналық қызметті пайдалану жеңілдеген жоқ. Сақтандыру қаржысы есебінен көмек ала алмаған жұрт жеке клиникаларға қаралуға мәжбүр. Мәселенің мәнін жақсы білетін жауапты министрліктегілер халықты міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесімен
әлі де толық қамтуға, медициналық қызметтерді қаржыландыру жүйесін жетілдіруге және жаңа цифрлық шешімдерді енгізуге жұмыстанып жатқанын айтады. Алайда президент соңғы жолдауында медициналық сақтандыру жүйесіндегі былықтарды, бұрмаланған ақпараттармен бірнеше ай бойы кезек күттіру мәселесін шешуді құзырлы министрлікке тапсырған болатын. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев бір-біріне байланысы жоқ оңдаған бағдарлама мен ақпараттар базасының орнына бірыңғай мемлекеттік медициналық ақпарат жүйесін жасап, оны енгізу керек екенін де айтты. Бюджеттің мүмкіндігі мен міндеттемесін ескере отырып, мемлекет кепілдік беретін медициналық көмектің бірыңғай базалық топтамасын жасау қажет. Ал одан асып кеткен шығынның бәрі сақтандыру нәтижесі арқылы төленуге тиіс. Цифрландыру болмаса, мұндай ауқымды өзгерістерді сәтті жүзеге асыру мүмкін емес. Жаңа жүйе меншік түріне қарамастан мемлекеттік тапсырыс алатын медицина мекемелерінің бәріне толық бақылау жасалуын және мәліметтердің шынайы болуын қамтамасыз етуі қажет. Үкімет осы маңызды мәселені шешуге дереу кірісіп, бұл бағыттағы жұмыстың барысы жөнінде маған және депутаттық корпусқа есеп беріп отыруға тиіс. Қазір елде әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне 16 миллион 524 мың адам тіркелген. Оның 11,9 миллионы халықтың жеңілдікті санатына жатады, ал 3,5 миллион азамат сақтандырылмаған. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылы мәмс жүйесінде бірқатар өзгерістер болатынын айтты. Сөзінше, жүйедегі қызметтердің көлемін көбейту жоспарланып отыр. Яғни 2025 жылдан бастап жүйеге тіркелген азаматтар қосымша қызметтерге қол жеткізе алатын болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мен келесі сұрақты Жұлдыз ханым өзімізге қояйын деп тұрмын. Және қаржылық ашықтық деген мәселе қазір өзекті екендігін сюжеттен де байқадық. Бұған қоса мына біздің спикерлеріміз де бұл өткір түйткіл екенін айтып жатыр. Жалпы енді осыны реттеудің қандай жолдары, бір заңдық тетіктерін қарастыруға болады. Ертең сағат сіздер үкімет сағатында бұл мәселені де көтеретін шығарсыздар. Жалпы осы мәселені шешудің қандай жолдары болуы мүмкін? Заңдық механизмдер қарастырылған ғой, енді оны орындау кезіндегі олқылықтардың орнын толтыру керек болатын болып тұр. Бұл үкіметке қойылатын мәселе деп білеміз. Менің ойымша, біз жаңа спикерлердің сөзінен жалпы мынау бірыңғай кепілдендірілген тегін медициналық көмек пен мәмстің аясындағы осы пакеттердің арасында жасанды бір қалыптасу бар секілді да. Соған байланысты, сол жасанды қалыптасқаннан кейін енді ол шынайы болмағандықтан да осы жерде түсініспеушілік орын алып отыр. Сондықтан да біз басында цифрландырудың қажет екендігін астын сызып айтуымыздың мәнісі осында. Сондықтан менің ойымша цифрландыру және осыған жұмсалып жатқан қаражаттың ашық болуы, оның тиімді жұмсалуына байланысты мәселе әлде де өзінің өзектілігінде, сондықтан осыған көңіл аудару қажет деп ойлаймын. Екінші мәселе, мысалы, тегін дәрі-дәрмек. Тегін дәрі-дәрмек бар, беріліп жатыр, оған да қаражат кетіп жатыр, қыруар қаражат кетіп жатыр. Ол жерде де ашықтықпен, ол жерде де тазалық қажет. Шын мәнінде кімге кетіп жатыр, оның құны қанша, жаңа біздің спикеріміз айтты ғой, былай қарағанда шынтуайтында құны басқаша, ал мәмс жүйесі арқылы сатылатын құны мүлдем қымбат, 2-3 есе. Соған байланысты да аудит қажет, осыны да реттеу қажет деп ойлаймыз. Үшінші мәселе, мысалы бізде бір алған, енді бұны бізге министрлік беріп отырған ақпараттың негізінде айтып отырмын. Мысалы, бір ем-домды қайта-қайта екінші, үшінші мәрте жазып қою, яғни қалай айтады оны, приписка деп жазып қою, сол мәселе бар дейді. Бұл да бізде цифрландырудың болмағандығына байланысты туындап отырған мәселе. Сондықтан да менің ойымша бірінші бұл цифрландыру. Екінші мәселе жалпы бірыңғай пакеті болу керек, бірыңғай пакеті түсінікті болу керек. Біз тегін кепілдендірілген медициналық көмектің қайсысы шынайы тегін, қайсысы қолжетімді, оның тізімі болу керек. Азаматтар мысалы алғашқы медициналық жедел жәрдем шақырған кезде ненің тегін екендігі көріну керек, ашық болу керек. Екінші, мәмстің жүйесінде ол қанша қаражат жинақтады, қаншасы жұмсалды, қаншасы тұр дегенді, ол да ашық болу керек. Дәрі-дәрмекке кетіп отырған қаражат нақты, тиімді, шын дұрыс жұмсалып жатыр ма, оған да қолжетімді ашық ақпарат болу керек. Менің ойымша мәмс қазіргі таңда қор ретінде азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Денсаулық сақтау министрлігі ол жалпы саясатты жүзеге асырушы. Бірақ шынтуайтына келгенде бұған арнайы құрылым бар. Ол құрылымның заңдық статусы бар. Сондықтан да мәмс қоры осы мәселеге айналысу қажет деп ойлаймын. Енді біз 27-сіне қаңтарда бұл мәселені кеңінен қарастыратын боламыз. Ол жерде комитетіміз бар, депутаттарымыз бар,
осы 10 күн ішінде біз ел араладық, халықпен кездестік, өңір араладық. Барлығымыздың негізгі пункт бұл медициналық жаңағы ауруханаларға, дәріханаларға осы кездесу керек болды дәрігерлермен. Барлығымызды жинақтап келе жатқан халықтың сұранысы бар, сол сұранысты үкіметке жеткіземіз, шешімдерін ұсынатын боламыз. Жақсы. Қазір мен келесі сұрақты Ләззат ханым өзіңізге қояйын. Жалпы осы ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтер бойынша жаңа біздің спикерлеріміз атап өткендей көптеген заң бұзушылықтар осы мәмістің аясында орын алатындығы, және бағалардың көтеріліп кететіндігі, қызметтің бағасы әртүрлі жазылатындығы, бір қаланың ішінде бірнеше бағаның белгіленетіні деген сияқты. Осының бәріне мониторинг жүргізілген екен министрлік тарапынан. Сонда қандай мекемелер осындай заң бұзушылықтарды кездестірдіңіздер? Қандай мекемелерді санын айтуға бола ма? Қанша осындай кемшіліктер анықталды? Енді былайша жалпылама айтқанда, осы 2024 жылдың қорытындысы әлде осы декабрьдің желтоқсан айының қорытындысы бойынша тағы да анықталады, бірақ сол 11,5 айдың жаңа есеп бойынша 4 миллионнан астам осындай ақаулар анықталған мониторинг жүргізгенде. Бір сол ақаулардың ішінде жаңағы айтып отқан барлығын мәселе бар, қосып жазу дейді, немесе бағасын көтермелеу түрмен жазу, соның барлығына тиісті шаралар қолданған. Тағы да айтып өтетіндей, осы денсаулық сақтау министрлігінде жаңағы бақылау комитеті бар. Сол комитетпен бірге жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорының жаңағы мамандары бірлесіп, сол жаңағы шараларды күшейтіп, қолданатын шараларды сөйтіп тағы да оны жұмысты жалғастырады. Сосын тағы өте орынды айтылған мәселе ол жаңа цифрландыру мәселесі. Цифрландыру мәселесі ол денсаулық сақтау жаңағы көрсетілген медициналық көмектің бір шамасын емес, бүткіл 100%-ын қамтып, сол 100% жаңағы мониторингтен өткізуге мүмкіншілік береді. Сол кезде осындай барлық жаңа айтып отқан мәселелер бірте-бірте жойылады деп ойлаймыз. Цифрландыру мәселесі ол енді ең бірінші мәселе болып тұр. Сол кезде ақпараттар тез арада уақытысында алып отырады. Бірақ айтып өтетіндей жағдай, ең бірінші бұл ақаулар болмау керек. Біздің әлеуметтік сақтандыру қоры олар ақаулар жасап болғаннан кейін, емделіп шыққаннан кейін оны қарайды. Бірақ сол әсіресе пациенттерге қарасты көмек көрсеткен кезде сол көмек ақаусыз көрсетілсе деген жаңағыдай айтқым келеді. Сол үшін жаңа цифрландыру жүйесі дұрыс болса, ол цифрландыру жүйесі тек қана мына жерде мониторинг жасайтын қордың маманымен жаңағы бақылау комитетінің маманына емес, ең бірінші сол көмек көрсетіп отырған денсаулық саладағы ұйымның мамандарына көріну керек. Ол жерде ішкі аудит деген мамандар бар, олар да осы жүйенің ішінде бізге мониторинг жасайтын ең алғашқы пациентке ең жақын орналасқан жүйе. Сол мыңдаған сол мамандар әр медициналық көмекте, кейбір үлкендеу медициналық көмекте ол бір бөлімше ретінде қарастырылған. Олардың барлығы сол ақауларды бұл жерде болғызбау мәселені ең бірінші жұмыс жасаса, ары қарай цифрландырылған жүйеге сол ақпараттар дұрыс енгізіліп, сол кезде шағым азаяды дегенім ғой. Жақсы. Рахмет. Қорытынды пікір айтып жіберсеңіз, Талғат Мырза. Қорытынды пікір болғанда мынандай жағдай. Қазір цифрландыру не деген жақсы сөз тауып алдық қой өзі. Президенттің алдында айтып, о цифрландырып жатырмыз, өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз. Айналайын, неге менің жеке дәріханам ішінде мен келемін, так, мына точкада цитрамон 560, мына точкамда 320, мына жерде 15 қапты деп көріп тұрамын. Мен частникпін, көріп тұрмын. Мемлекет болып өзі дәрісі қайда кеткенін білмейді. Не ол? Система учеты жоқ па? Жоқ болса, онда адамдар бәрін қуу керек. Не бітіріп жүр? Жұмысты ұйымдастырамаса. Не сұмдық? Осыны қолға алу керек дейсіз, ең бірінші кезекте. Негізге алып, ойбай дәрілердің бәрін таңбалау керек деді. Не болды таңбалаған? Дәрінің бағасы өсті.
Сондықтан саясатты дұрыс жүргізу керек. Жақсы. Ой, бір цифрландыру деп нетіп алады да, айдай береді әйтеуір. Осы кемшіліктердің барлығын алдағы уақытта енді парламентте талқыланатын үкімет сағатында жан-жақты жауап алынады деген ойдамыз. Енді осы хабар барысында біз де осы саладағы түйткілдерді көтеруге тырыстық. Әрине бұл халықты алаңдататын мәселелер болғандықтан, халықтың денсаулығы басты мәселе болғандықтан, сондықтан да бұндай түйткілдерді айтып, оны шешудің жолдарын табу біздің де журналист ретінде, қоғам ретінде біздің де міндетіміз. Сондықтан сіздерге хабарымызға қатысып, осы мәселелерді көтеруге атсалысқандарыңыз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабылұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.